Мисс Атырау, Мисс Қазақстан, тіпті Мисс Вселенная сұлулық байқауларына талай шәкірттерін қатыстырған әйгілі топ-модель, дизайнер, сұлулық эталоны Вероника Кашманованың есімі фэшн-индустрияда танымал. Вера Models мектебінің негізін қалаған Вероника Кашманова әлемдік фэшн-индустрияда Қазақстанды мойындатты. Ақылына көркі сай, әйгілі ару бүгін бізде қонақта. Сәлем әлем, сіздермен бірге хайп емес. Және бүгін бізде студияда қонақта бокстан 4 дүркін әлем чемпионы болмаса да, өзінің есімімен сән әлемінің индустриясында сұлулық эталоны атанып жүрген Вероника Кашманова. Қош келдіңіз. Рахмет. Біздің бағдарлама өте жеңіл бағдарлама. Андай рентгенге түскендей бір демалмай отырып, қақшиып, ондай қажеті жоқ. Күнде қарапайым өмірде қандайсыз? Сондай бір қарапайым деңгейде, яғни без фильтра, без галстука отырып сұхбат алатын, сондай емін-еркін сұхбат. Жалпы енді біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көп рахмет. Өзіңіздің уақытыңыздың тығыздығына қарамастан. Жалпы бізге келе жатқанда енді не ойлап келдіңіз съемкаңызге? Шын айтсам, біріншіден қайырлы күн. Көрермендер, рахмет сізге, Баян, мені осында сұхбат алып, мені әлем, сұлулық әлем жағынан орын тапқан жұлдызы деп шақырып отырғаныңызға көп рахмет. Студиямыз жайлы ма екен? Студияңыз керемет. Мен өзім сезгендей розовый қызғылты неге келдім да? Сіздің стиліңізге келіп тұр ма? Иә, стилінде келіп тұр. Қуанып тұрмын. Дұрыс. Жалпы менде сұрақты, сіз неге Вероника, неге Кашманова? Кошманова, еще Талғат қызы. Еще өзі қазақша өте әдемі сөйлейді, сол қалай айтып жүріңізші? Кеспей тұр ма? Қызық негізі, маған қызық. Вероника, Кошманова, Талғат қызы. Жақсы, енді өзім туған жерім Құрманғазы ауданы, Ганюшкин селосынан туылғанмын. Жалпы әке-шешем өзі қазақ, екеуі де ұлты. Мысалға мен өзім енді жасымды айтпай қояйын, сол жылдары бұл орысша есімдер хит болды. Ну, хит деп айтады, нормально, норма вещей болды. Например, мысалға менің мамамның аты Клара. Менің апам, кіндік апам, қазір Алматыда өзі журналист маманы. Сол кішкентай кезінде сол Вероника Кошманова деген журналистің корреспонденті, можно сказать, журналист мақаласын көп оқитын еді. Сонда менің тұңғыш немере болам ғой енді семьяда. Сол себептен енді мен атым бір сондай бір даңқы шыққан, сондай журналисттің атындай сондай даңқы атақты бол деп әлемге ол кезде СССР ғой бүкіл, получается, басқа ұлттар бар ғой, бәрі оқиды, барлығы оқиды сол кезде. Өнерге қалай келдім десеңіз, жалпы папамның жолы деп ойлаймын. Себебі папа енді басқа өнер жағынан қараса, например, мысалға домбыраның дирижері болған, домбыра, аспап, сосын ән айтқан, организатор, коммунист болған сол кезде. Мен қазір өзім организатормын, иә. Мен өзім білмеймін, неге олай болып кеткен. Өзім организатор, сұрайын деп отыр еді. Сән әлеміне қалай келдіңіз? Иә, ұйымдастырушы. Қазір енді бұрында енді бастап эмоцияға беріліп, жасайым деп бастадым ғой. Сол айтып, мен өзім сабақ берем қыз балдарға, әйелдерге де сабақ берем. Курсым бар, авторлық курсым бар. Сол. Кішкентай кезіңізде кім болғыңыз келді? Кішкентай кезінде артист болғым келді. Артист болғыңыз келді. Сол жолға. Енді Вера Models'та сіздің мектебіңіз, осы мектепті қалай аштыңыз? Жалпы енді фэшн индустрия сіздің кезіңізде, қазірдің өзінде тіпті Қазақстанда бір үлкен деңгейде дамып кетті деп айтсақ болмайды. Енді белгілі бір қалыптасу кезеңін бастан өткеріп жатыр. Бәрі қалай басталды сізде? Иностранный факультет, иностранный шетел компаниясында жұмыс жасап, қызмет жасадым. Еңбек жолыңыз шетел компаниядан бастадым. Сен деген модельный агентство ашу керексің. Одан бұрын мен конкурсқа қатысқанмын.
Мисс Атырау. Мисс Атырау конкурсына қатысып 23 жасымда қатыстым. Сонда өзімді барлық жағынан танытып, өзім жалпы дизайнер киім жағынан үлгісін алып, бұрында деген біздер қазір бәрін дайын берсек, киімдерін бәрін да кешкі көйлек, қазақ, біздер ол кезде бізге тапсырыс береді, біз соны өзіміз орындаймыз. Сосын ойладым, енді күнде қатысып отырған жоқпын Мисс Атырауға. Өзім өнерімді қазір көрсетейін деп, сол киімдерді тіктіртем, өзімнің дизайныммен. Сол дизайнмен тіктіртіп, Мисс Атырау болып 2009 содан неге бардым? Мисс Қазақстанға барып аттанып, сол кезде екінші высшыға оқиым деген мүмкіндігім болды. Алматыдан енді ана жыл дизайнер, архитектурный архитектор дизайн, архитектор дизайны сондайға түсем деп. Оған негізі аймтасы жүрдім, кәдімгідей курс алып жүрдім. Сурет қой, енді сурет жағынан көрсету керексің. Ойладым, сонда қалам деп. Жұлдыз болып кетем деп. Оны мен ондай болған жоқ. Шетел компаниясына сол жерде шақырып тоже шетел компаниясына тоже орналасу оңай емес қой енді. Ол да бір опытпен келді, тәжірибемен. Сөйтіп, ол да бір уақытта екі жақ маған түсіп тұрды. Или сен қаласың Алматыда оқисың, очно оқисың, или сен Атырауда жұмыс жасайсың. Маған енді Атырауға сол жұмысқа кіре алмай жүргендер қаншама, мен Атырауда қалам, осы жақтан оқимын дедім. Жаңа бизнес нуля деген болды ғой проект. Енді вложение төлейді, ақшамен вложение жасау керек, бизнестер бар, және де бизнес нуля деген бар екен. Бизнес нуля бұл өзінің талантыңды шынайып көрсету, авторлық программамды құрастырып, ойластырып, сөйтіп жаймен деп бастадым. Жаймен деп бастаған Атырау ақпараттың жанында Сайпин деген компанияда жасадым жалпы. Осы жақын жерден Атырау ақпараттың адамдары сол телевидение шақырады, газетке интервью қойып кетті. Ең бастап отырған жақ қой, онда өзде мен сияқты қыздар аз болды ма? Айтайын деп отырғаным, Атырау провинцияда, шағын Алматы Астанада болса мүмкін тезірек бір какой-то бір не дейтін еді, қандай бір ерекше бір жарылыс сондай болатын болар жаңада. Жарылыс это в хорошем смысле слова. Вот сізге, яғни біздің жергілікті журналистер көмектесті да, получается? Журналистер, олардың көмегі арқылы біздер енді жан-жақтан сойтып танымал болып бастадық. Мен негізінде жалпы дизайнер ретінде шақырды мен. Дизайнер, мисс деп сондай. Сосын барып Vera Models модельный агентствоны енді көзде ашып жүрдім. Сосын көптеген проектілерге қатысып жүрдік, показ мод, жаңағыдай сондай түсірілімдер болды телевидениенің. Сөйтіп көтеріліп кеттік. 10 жылдан асты ғой да сіздер? 11 жыл. Мектептің ашылғанына? 11 жыл. 2013-тен бастадық, официально 2014-те аштым. Қанша жалпы осы уақытқа дейін шәкірт выпускниктер дейміз ғой? Енді шәкірттер көп, Мисс Қазақстан болғандар бар, өзім басқа проектлерім бар, кішкентай Ханшайым мен Ханзада, оларды да принц, принцесса, Қазақстан, World деген сияқты мировой нелерге де барғандар көп біздер. Мисс Вселенныйға барғандар бар, тағы да басқа проектлер, Кореяға да барғандар бар, әйтеуір көп елдерге барып, атақтары шыққан қыздар бар. Біздер енді оларды направление береміз, бізге ұсыныс жасайды, сосын біз оларды направлениемен жібереміз, бағыт береміз, оларды жаңағыдай жарнамалаймыз осы қала бойынша СМИ арқылы. Вот соны сұрайын деп отырмын, осындай халықаралық деңгейде сізде әлем аруына шыққан сіздің шәкірттеріңіз бар. Осындай әлем аруына шықты деп, мысалға, содан кейін бір өзінің бір жолын тауып кеткен бір 3 шәкірттің шағын бір топ оқиғасын айтып кете аласыз ба? Жалпы енді, бізде менде әлемде Қазақстан аруына шыққандар бар, жаңағыдай. Қазір олар Казмедиада жұмыс жасап жатыр. Шәкірттерім кәдімгідей школа моделін бітіріп, менің курсымнан кәдімгідей өздерін өз-өзін танып, кім екенін, қай жолда жүретінін, сол жағынан жол көрсеткен көп жаңағыдай сабақ болды. Сол тәрбие болды. Қазір қазір атақты журналистер. 2-3 қыз сонда жұмыс жасап жатыр. Мықты. Астанада. Енді тағы бір сұрайын деп отырғаным, қазір мына фэшн индустрия 90, 60, 90 деген бір өзінің болды ғой негізі рамкасы. Бірақ қазір байқаймын,
осы именно осы шаблон жойылып бара жатқан сияқты. Қазір size плюс дегенде модельдер бар, и возрастной категорияның модельдері бар. Вот сізде осы бағытта жұмыс жасап бастаған сияқтысыз. Сол жағын айтып кетсеңіз. Жалпы енді стандарт ол қай жерде өзінің сұранысы бар. Сұраныстары бұл енді қазір киімдер деген адам текстильдер шығаратын жерде, мысалға қалалар Турция, енді самый атақты не ғой, Италия ғой, отаны, моданың отаны Италия. Сол жақтан басталады, сол стандарт киіммен тігет S, M деген сияқты да, максимум L. L. Бірақ шыққандар S-мен шығады. S, XL, сондай M деген сияқты. Бойы ұзын бол керек. Неге ондай сұраныс деп ойлайсыз? Себебі показ модаға шыққан қыздардың өзі, например, үлкен мировой фэшн индустрияда жүрген қыздар модель болып, олар жаңағыдай стандарт фигурасына қарайды. Себебі дизайнерлар бірдей етіп тігеді. Бойы ұзын неге болады? Себебі деген на подиумда жүргенде аяқтары ұзын, бұл көрінеді, әдемі көрінеді, киім көрінеді. Сол себептен солай. Енді қазіргі стандарттан өтіп бара жатыр. Себебі неге? Енді бұндай киім просто ол бір көрініс қой, мода дизайнер шығарады киім үлгісін, ары қарай сосын L размері бар, кете береді, разный размер, әртүрлі размерлер. Ол енді адамдар әртүрлі ғой, бес саусақ әртүрлі дегендей, адамның фигурасы да әртүрлі, келбеті әртүрлі. Сол себептен оларға солар үшін жасалады. Солар үшін енді сату жағынан ғой, маркетинг бағыты сәл өзгерді. Өзіңіз солай жұмыс жасап бастадыңыз, соны айтып. Сол себептен біздерде мектепте, школа, біз барлығына арналады. Ондай жоқ. Шектеу жоқ. Қандай қыз болса да келіп қатыса береді. Үлкен әйелдер де қатысады өзінің телосложен. Біз ішкі уверенность береміз. Бірінші енді менің мектебімде бірінші екі бағытқа арналған ішкі сұлулық, жан сұлулық, сосын қалыптастырамыз, сосын сыртқы. Имидж, макияж деген сияқты. Ішкіге ол психология, этикет, сосын сыртқа ол стиль жағынан, вкусын өзін қалыптастырады, сосын жаңа макияж жасайды, шаш, әрлеу бәрін сол. Сонымен еще личный бренд сабағы бар. Инстаграм қалай тілмен жұмыс жасау керек, өз-өзін танымал болуға қалай жұмыс жасауы керек, ол адам өзіне байланысты ғой. Оған айтасын, ол істемесе ештеңе болмайды. Өзінің ішінде болу керек, жұлқынып тұру керек ішіне. Оны оятамыз соны. Мотивация береміз деген сияқты. Жалпы сіздің мектебіңізге қалай баруға болады? Енді балаларға бұл тақырып өте қызық деп ойлаймын. Бізде ақылы курс бар, және де ақысыз курс бар. Ақысыз курс бұл мемлекет тарапынан келіп тұрған даму бала KZ сайтымен тіркеледі. Атана ваучер деп айтады, бір өзінің уақыты болады, ашылады деген, қабылдап отырған уақыттар болады. Сонда біз өзіміздің Instagram парақшасында және даму бала сайтында да хабарландырады. Балдар 6 жастан бастап, қыздар балдар 6 жастан бастап 18 жасқа дейін қабылданады. Модельдік өнер, бұл дефиле, жаңа йога, гимнастика сол жағынан. Және де екінші сабағы бұл визаж грим. Жаңа битті бояндыру қалай. Енді ақылы курста бұл сам себе визажист болса, өз-өзіне бояндыру, 1 айлық курс. Ал ақысыз курста үлкен программа. Бұл салон красоталарда или өзінің сұлулық салондарды ашып бала ақша тауып алады болашақта. Біз визаж грим деп айтып тұр ғой. Грим енді сахналық грим, фотосессиялық грим жасаймыз. Және теория, практика жағынан әртүрлі макияжды жасаймыз. Сондай бағытта біздер үйретеміз. Енді бұл программаларды мен қазір өзім сабақ беріп жатырмын. Себебі енді өзім творчество жағынан сүйіп жақсы көріп оқығаным, визаж гримді де сабақ берем, және де модельдік өнер жағынан. Бұл модельдік өнер 6 мен 17 жас аралық болса, ал визаж грим 10 жастан қабылданады, 18 жасқа дейін қатыса береді, жыл сайын қатыса береді. Біздің мекен жайымыз Балықшы жақта, микрорайон Балықшы,
әзірше Қыршынбай Ахмедияр 19-бі. Ата-аналар тіркеліп қазірден бастап жазылуға болады, және де енді 1-2 ай көлемінде ашылып қалуы мүмкін. Сізді біз Папандос киносынан көрдік те. Ол сіздің алғашқы дебютіңіз болды ма? Жалпы енді алғашқы дебютім, жалпы Қарасай Көнжариков бұл кісі продюсер, менің алғашқы фотографым. Сол кісі енді бірінші фотографиямен айналысып жүрді, содан кейін бар студиясы болды, енді киноға шықты. Бірақ енді киноның бірінші қадамы деп ойлайын. Сол маған ұсынды, сол сен өзің камераға жақсы жұмыс жасайсың, жақсы сөйлей аласың, сөйтіп қатысшы деді. Сосын мен айттым, хорошо дедім, келем, қатысам деп. Қандай қызықтар болды? Біз көрмеген киноның сыртында. Қандай бір ерекшеліктермен есте қалды сол оқиға? Айтайын десем, енді қызық енді, бірақ енді әліңгі дейін алдында сол премьерасында күлгем, сол отырыста Папандостың торты болды, күшті керемет өтті. Режиссерлармен таныстық. Бірақ басты кейіпкерлер олар Астанада. Кәдімгідей шын актерлар олар. Кәсіби. Олар келе алмады. Сол күні театр күні болды ма, сондай. Сонымен мен қатысқан кезде күн жанып тұр. Қарас пандемия екінші волнасы болған кезде енді бізді шақырып алды. Мысалға енді далада қыз айтып тұр, сол сіз шум деп жатсыз да, құттай шум болса болмайды, микрофонға дауыс шығады деп. Сол сияқты оларда сол шум болды. Біріншіден далада түсіретін болды. Сон мен журналист болдым. Бұл жерде Папандос деген папаса деген сөз ғой, переводта. Сондай киноның сюжетін айтсақ, ақша табылады жаңа номерде, сол ақшаны іздеп бәрі, сол ішіндегі кейіпкерлері, сол ішіндегі персоналдар, солар жүреді, соны аңдып. Сонымен сол ұсталып, полиция ұсталып, сол жөнінде айтылады. И жаңағыдай бір бомбыш адам шығады, сол көмектесе ма ақша табуға қойған жері. Сондай бір жері бар, соны айтам мен. Жақсы, енді ол кісі екінші несі кадрда, ол кісі бомба жолып келген кісі, Ақтөбеден келіп тұрған кісі екен. Елі жаңа орыс адам. Бомж болу үшін сол рөлге арнайы Ақтөбеден келіп тұрды. Иә, сол Ақтөбеден келіп тұр. Мен оның интервью алып, ұстап тұру керек микрофон. Ол кісі үстіндегі киімі кәдімгідей бомждың киім киіп келген екен. Далада жатырған адамның алдыма, анан иісі деген, мен иіске жаман, ит мұрынды деп айтады. Иіске қаттымын да. Сон ана иіске жеркеніп әрен тұрдым. Міне қалған адамдар үндемейді, үйреніп кеткен сияқты ғой. Камера ұстап адам ба, бір шама. Режиссер деген бір кадр емес, 100 кадр түсіреді ғой. Мен шаршап кеттім, шын айтсам, мен айтам, мама мия, енді мен бұл киноға түсем бе, түспеймін ба келесіде. Или мысалға, мүмкін менің қазіргі режиссерім андай щепетильный адам ба екен, каждый неге, перфекционистер болды ғой. Сондай адам сияқты. Ана прям қылшықтап бір сөзді 2 рет, 3 рет, 4 рет, 100 рет айтқызады. Сонымен ана ұстап тұрған камералары бар. Аналарға қараймын, ана шаршамайды, аналар деді, жұлдыз боласың, бәрі жақсы болады дейді, мотивация ұрып тұр енді, енді жақсы дейді. Жаққа ауа жұтып келем, сосын керен тұрам байтым деп, сосын болыңдар деп, сайын өтіп бітті. Сосын звукозаписке шақырып, шамалдан кейін. Опять звукозаписке бардық. Айтам, жыру екен мына киноның деймін. Біз ойлаймыз андай киноға түсіп жүрген адамдар деген былай түседі, күшті болып ойнап күліп жүреді да, ойлаймыз ғой, мысалға олай емес екен. Ожидание реальность болды. Ол деген кәдімгідей еңбек екен. Просто қалай айтып сіз деген жүресіз да, күшті болып комфортный зона, и сізді бір жерге тық қояды да, сіз, и сол жерден сіз қалай шығатын білмей қаласыз, сіз хочешь не хочешь сол жерден адаптация жасап, сол жерде жүресіз сол адамдардың халімен, түсініңіз ба? Сондай сияқты ощущение. И мен сондай торға кіріп кеткен сияқты болдым. Папандостан кейін енді ұсыныстар болды ма? Киноға шақырса енді түсесіз ба? Түсем. Ұсыныстар болып жатыр ма жалпы Папандостан кейін? Пока жоқ, болған жоқ. Жоспарларыңыз? Жалпы енді біздерде енді фотостудиямыз бар іште. Фотостудияны ары қарай ұлғайтқымыз келеді. Әртүрлі фондар жасап деген сияқты қолайлы видео жағынан, сондай подкаст жасайтын, сондай нелер жасам келеді, орын.
Енді солай, сосын филиалдар ашқым келеді. Басқа қалалардан. Иә, қазір ұсыныстар түсіп жатыр. Қазір филиалдар ашыңызшы деп, жаңа франшиза деген сияқты сол жағынан қазір қарастырып жатырмын. Сосын басқа жобаларды алып жүруге бірге сол. Сосын енді өзім жалпы енді мамандығым дизайнер, киім дизайнерім ғой. Соны пункт А планды орындап, екінші Б планға ауысқым келеді жалпы. Жеке өміріңізге қатысты бір жаңалықтар айттыңыз келмей ме? Алғаш рет хайп еместе айтылды деген сияқты. Негізі оны көп адам күтеді, сізден комментарийлерден де сұрайтын сияқты, мен қараймын негізі. Соны бізге айтып кетіңізші. Прям қарап отырып, основной камераға. Жалпы басым бос деймін ба? Бірақ күйеуге шыққым келеді. Жалпы адам әр салада енді өзінің жеке айтырмын ғой, әрбір өзінің сферасы бар деп. Әрбір сферада өзім енді жұмыс жағынан, әлеуметтік жағынан өзімді орын тауып, өзімді қазір жетілдірдім. Енді жеке басына келгенде, өміріме келгенде, оғанда өзімді дайындалып жүрмін. Жаңағыдай, как женская жаңағыдай энергия деп айтады ғой. Сол жағынан өзімді сондай жағынан. Қазір сіз жалпы әйел болуға болашақ толыққанды әйел, толыққанды әйел ретінде өзім ана болуға деген сияқты өзімді тәрбиелеп жатырмын. Жалпы сәттілік. Енді біздің осы сұхбатымыз бірнеше кезеңнен тұрады. Біз бірінші кезеңді өткердік. Енді екінші кезеңде сіздің логикаңызды көрсек. Хорошо. Эталон красоты, оны былай ысырып қоямыз кішкене. Енді екінші бізге сіз өзіңіз керексіз. Қарапайым Вероника. Жалпы дайын болсақ, кеттік те. Атын атаған кезде ол жоғалып кетеді. Ол не? Подсказка айтайыншы. Атын атағанда жоғалып кетеді. Атын атаған кезде ол жоғалады. Ол зат емес негізі. Бір хал десек те болады, өзіңіз айтып отырғандай. Рухани жағынан айтайын ба, или қалай жағынан айтайын? Жоқ, ол жалпы рухани, бұл негізі өте қарапайым нәрсе. Келесіз бір жерге, атын атайсыз, и ол жоқ. Не екен ол? Қазір айтайын ба жауабын? Сіз күлесіз. Тыныштық. Тишина. Тишина, иә. Түсінікті. Әсіресе күн қазір ыстық қой, ыстық уақытта түсіріп жатырмыз да. Күн ысы кезде әсіресе жабысып алып қасыңыздан қалмайды жаныңыздан. Ол не? Тер болар. Тер, Тағы да айтыңызшы. ыстық, тер. Өзі ыстық. Өзі ыстық, қайнап тұрған. Ол сіздің как копияңыз сияқты жүреді, еще жаныңыздан айырылмай. Айырылмайды. Өзім бе? Көлеңкеңіз ғой. Көлеңкем бе? Тағы оның 4 түсі бар, және әр түсін 3 ай сайын ауыстырып отырады екен. 3 ай сайын ауыстырып 3 ай сайын ауыстырып отырады. Бұны бір табиғи процесс деп айтайықшы, сізге кішкене жеңілдеу болсын. 4 түсі бар өзінің, ол өмірі өзгермейді. Бірақ ол соны 3 ай сайын, каждый квартал сайын ауыстырып отырады. Кемпір қосақ сияқты ма? Жыл мезгілдері екен. Жыл мезгілдері. Үнемі дұрыс емес болып шығатын сөз. Қандай сөз ол? Айтасыз, өмірі дұрыс емес болып шығады. Дұрыс емес. Осы сұрақтың ішінде жауабы жасырылып тұр негізі. Дұрыс емес. Дұрыс айтасыз, дұрыс емес. Дұрыс емес деген сөз. Жалпы қандай ыдыстан еш нәрсе ішуге болмайды? Су. Қандай ыдыстан суды да іше алмайсыз? Суды өзі бір сондай ыдыс, дым да іше алмайсыз. Не суда, шай да, алма да жей алмайсыз одан. Еш нәрсе жей алмайсыз. Ол не ыдыс ол сондай? Қолым. Ол негізі көп адамдардың, барлық адам нейін сервантында тұрады. Қазіргіше айтқанда кухонный гарнитурында тұрады ол. Ол не ол? Қандай ыдыс ол? Сол ыдыс толып тұрады еще. Тек қонақ келетін кезде ғана шығарамыз. Бос ыдыс қой. Бос ыдыстан еш нәрсе іше алмайсыз, не іше алмайсыз. Қызық екен сұрақтарыңыз. Логикаңыз өте керемет деп мақтап қояйыншы. Хорошо. Енді біз үшінші кезеңге келіп жеттік.
үшінші кезеңге сіз оған дым логика керек емес, жай ғана тек иә жоқ деп жауап бересіз, болды. Хорошо. Сезіммен айтатын ба? Негізі оған шынайы жауап беру керек. Иә. Кеттік па? Кеттік. Бір апта бойы душ қабылдамай жүрген кезіңіз болды ма? Жоқ. Мықты. Тәттіден өмір бойы бас тарта алар ма едіңіз? Етем. Мықты. 5 минутта бір табақ етті тауыссаң, $10,000 берем дейтін ойынға қатысар ма едіңіз? Жоқ. Тіс тазалап жатқанда байқамай пастаны жұтып қойған кезіңіз болды ма? Болды. Кейбір кездерде. Паролін білмесеңіз де біреудің телефонын ашуға жанталасқан кезіңіз болды ма? Өзім телефоным болмаса, Болған жоқ па? біреудікін мен қозғамаймын. Иә, жоқ. Жоқ. Мықты. Рахмет сізге көп. Мына жерде айтып кетейін да. Бұл жерде жаңағы мына суреттерді көріп отырсыз ғой. Өзіңізге қатыстырып, және ол әр суреттерді өзіңізге байланыстырып, яғни бір оқиға желісін құрастырып бересіз. Оның шынайы болуы маңызды емес. Бұл жай ғана как бы импровизация дейді ғой. Бастаймыз ба? Бастайық. Жалпы бұл мысық. Мысық өзінің арманы бар. Армандап тұр. Я осындай брендовый Луи Виттонның галошын кием деп, я соны алам деген визуализация жасап жатыр. Сол галошты алу үшін енді содан басталады ғой. Енді ол өзінің ақылдасатын адамдармен жаңа переговор жүргізеді, ақылдасады. Кейбіреулер айтады, бұл не қымбат қой дейді, я? Бренд деген қымбат қой дейді. Айтады, брендті мен деген ақшаның энергиясын алам, мен содан байым, сондай күшті халде жүремін деген сияқты, сондай бір бейтаныс. Енді ол айтады, екеу таласып сөйлесіп жатырғанда, мен бұл сезім, жаңа не береді дейді на галошы дегенде, қандай сезім береді? Не істейсің дегенде, мен бұл галошты кигенде бір космосқа ұшып келгендей болып келем деген сияқты айтады. Сондай сезімде такой. И ең соңында шексіз қуанам. Иә. Және де осындай халде болып миллионер, мультимиллиардер болам деген мақсатта. Маймылға айналып кете ме соңында? Маймылға айналмайды. Сондай кейіпте болам дейді. Соған миллионер, ол миллионер ғой. Сол сияқты отырам деген сияқты, сондай ең соңғы мақсаты. Мықты. Көрдіңіздер ғой да? Визуализация. Верониканың дейтін логикасы мықты болмаса да, мынандай импровизация жағынан керемет екенсіз. Логиканың творчествоны тынып тұрған адам екенсіз. Енді сіз мана айттым да, студиямызға келіп отырған алғашқы арусыз. Сол сізге осы біздің хайп емес жобамызға, енді біздің осы жобаны жүзеге асыруымызға ең басынан бізге көмектесіп отырған Атырау ақпараттың сізге шағын сыйлығы бар. Вау. Ол еще мынандай жазуы бар. Вип казашка деген. Осы сізге қуанып тұр. Осы жерден біз аяқтаймыз. Бізге келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған хайп емес, біздің мақсат сынау емес. Келесі кездескенше сау болыңыздар.